Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Кіріп келген Рамазан айы мүбәрәк құтты болсын. Бүгін ауыз бекіткен жандар болса, ниеттеріңіз қабыл болсын. 30 күн оразаны қазасыз тұтып, қабыл болған оразалардан болсын оразаларыңыз иншалла. Осы оразадан Алла тағала барлық күнәларыңызды кешіп, сауаптан жазсын. Бұл оразаға жеткен де бар, жетпеген де бар ағайын. Біз бүгін жеттік міне, бір күн оразасын ұстадық. Бір өзбек айтқан екен, бір күн ораза ұстадық. Енді 29-ақ күн қалды деп. Сол айтпақшы, бізде де 29-ақ күн қалды. Енді бұл күнге жете алмай кеткен қаншама адам бар. Былтыр ортамызда болды, кеше ғана ортамызда болды, ал бүгін жоқ. Солардың бірі менің ұстазым болған бір кісі. Оразаға бір күн қалғанда дүниеден өтті. Сондай бір керемет кісі болатын мен үшін. Сондай ұқыпты, Алланың аманаты денсаулығын күтетін, ешкімнің көңіліне қаяу түсетін, әңгіме айтпайтын, оңды солды теріс жүресі жоқ, уақытын босқа өткізбейтін, 5 уақыт намазы бар. Сондай керемет кісі болатын. Аудан емес облысқа аты мәлім. О кісі десе білімін құрметтеп тік тұратындығын, себебі өте білімді, өз ісінің хас шебер болатын. Осындай жан дүниеден өтіп кете салды деймін. Бәріміз бәйек болып жатырмыз. Неге, қалай, неден өліпті деп сұрап. Шаруамыз жоқ оның уақыт сағаты біткенінде. Неден өліпті, не болып қапты, ауырыпты ма деп сұрап қазбалап жатырмыз. Бірақ Алла тағаладан берген ол кісінің уақыт сағаты өлшеп берген біткен екен. Сол сияқты біздің де өлшеп берген уақыт сағатымыз бар екен. Мүмкін ертең, мүмкін 10 жылдан кейін, мүмкін 100 жылдан кейін. Сол үшін өлімді әркез ойлап тұру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде сахабаларым көзі тірісінде өздеріне қабір қазып қойып, барып 1-2 сағат жатып тұрады екен, өлімді ұмытып кетпейін. Аз өлмейтін адамдай жүреміз ғой. Ой, бұл біреудің хақысына кіріп кетеміз. Біреудің көңіліне қаяу түсіретін не деген әңгімелер айтамыз. Сүйегінен өткізетін сөз айтамыз. Байды көре алмаймыз, міскінге бере алмаймыз. Өз сыртынан өсек айтқанды жүдә жақсы көреміз. Ертең өлмейтін адам сияқты өмір сүреді екенбіз біз. Шындығында өліп қала саламыз, ғажап емес. Сол үшін бір сәт өлімді ойлап қою керек екен. Мен не істеп жатырмын, қандай амалдар жасап жатырмын? Ертең мен өлген кезде жаназама адам келе ма? Келген кезде шынайы жақсы адам еді деп айта ала ма? Осыған әрекет жасауымыз керек. Жаңағы ағайым, құрдастары, жолдастар айтады, ешкімге ашылып әңгіме айтпайтын, проблемасын, мұңын, қайғысын ешқандай айтпайтын. Проблемасы, мұңы ешқандай жоқ адам сияқты өмір сүретін, көңілді сондай. Бірақ адам баласы адам болғаннан кейін ода түрлі мәселе жағдайлар болады. Бірақ ер адам көбіне жұта салады екен ғой. Ішіне жұта салады, айтпайды. Шығармайды іштегі. Ішіне жинала береді. Әйелдер жылап-жылап, бақырып алып шығарып алады. Ал ер адамдар ішіне жұтып шығарамайды екен ғой. Сондықтан ішіңізге жинай бермей, сыртқа да шығарып тұрған дұрыс. Міне, бүгін мен өз ойыммен сіздермен бөлісіп жатырмын. Бұл мен түсіріп жатқан соңғы видеом болуы да мүмкін, ғажап емес. Сіз бүгін мені көріп отырсыз, ертең көрмеуіңіз де мүмкін мен. Сіз үшін ертеңгі таң атпай қалуы мүмкін. Сол үшін өлімді ойлап қою керек, бауырлар.
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақыретке сауап барып тұратын жақсы амалдар жасауға баршамызға нәсіп етсін. Оразамыз қабыл болсын. Келесі жыл Рамазан айына жетуді де баршамызға нәсіп етсін. Аман болыңыздар.